Оқы, жатта, рахаттан марафонына қош келдіңіздер. Бірінші сабағымыз кітап оқуға махаббатымызды ашу және оны әдетке айналдыруға байланысты. Қай жағдайда біз әдет қалыптастырамыз, қай жағдайда біз істеген нәрсемізден рахат аламыз, бүгін сол жайлы сөйлесеміз. Сонымен, кітап оқуға махаббатымызды ашудың бірінші қадамы бұрынғы әдеттерімізден арылу, яғни бұрынғы жағымсыз, көп уақытымызды алатын әдеттерден арылу. Біз олардан арылмай жатып, жаңа әдет қалыптастыра алмаймыз. Ол үшін сіздер өздеріңізден алып тастағыларыңыз келетін әдеттер бар ғой, соларды жағымсыз етіңіздер. Мысалы, Reels қараған уақытта отырып тұрыңыздар, TikTok қараған уақытта аяқтарыңызды жоғарыға көтеріп қойып, сөйтіп жатып көріңіздер. Немесе мысалы, сондай TikTok Reels қарағаннан кейін өздеріңізге бір жағымсыз нәрселерді істеңіздер, иә? Осылайша сіздер бұрынғы әдеттеріңізден арыласыздар. Ол барынша ыңғайсыз болған жағдайда ғана. Мысалы, Instagramға көп уақытыңыз кете ме? Ендеше Instagramды өшіріп тастап, оған Chrome'нан кіріңіз. Паролін қиындатып тастаңыз, сөйтіп әзер кіре алатын болыңыз. Осылайша бұрынғы әдеттеріңіз қаншалықты жағымсыз болады, соншалықты сіз олардан тез арыласыз. Ал енді екінші құпиямыз керісінше кітап оқуды рахатқа айналдыру. Ол үшін бөлмеңіздің жарығын реттеу. Керемет хош иісті бір әтір сеуіп қойсаңыз болады бөлмеңізге. Немесе кітап оқып болған соң өзіңізге мақтау айтасыз. Белгілі бір өзіңізге ұнайтын нәрселермен айналысасыз. Тек кітап оқыған соң барып өзіңізге драма көруге, немесе сериал көруге рұқсат беріңіз. Осындай жағдайда кітап оқу мен рахат өзара бір-бірімен байланса бастайды. Ал енді үшінші құпиямыз, осы екеуін әдетке айналдыру үшін бізге не керек? Қалай осы кітапты дұрыс оқу керек деген сияқты білім керек. Біз қандай жағдайда белгілі бір нәрседен рахат аламыз? Ол нәрсені істей алған жағдайда. Мысалы, мен бұрын медеу мұз айдынында дұрыстап сырғанай алмадым. Ол кезде мен одан рахат алмадым. Сосын инструктормен жұмыс жасап, күштілеп сырғанауды үйренген соң рахаттана бастадым. Дәл сол сияқты біздің осы марафонымызда сіздер дұрыс оқуды, дұрыс жаттауды үйреніп алған соң, оқудан, жаттаудан рахат ала бастайсыздар. Марафонда сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі сабақта кездескенше.